Қайда кетті? Кешіріңіз, сіз анау емессіз ба? Иә, мен сіздің өнеріңізді қатты жақсы көремін. Рахмет айналайын. Күндіге парақшаңызды көремін ғой. Рахмет. Суретке түсіп алайықшы кеңіз. Сүт, иә. Үйдегілерге айтатын болымша, Мадина Садуақасова мен суретке түстім деп. Рахмет сізге. Нема жылдаймен түскің келмей ма? Қойсам, күніге көріп отырмын ғой. Рахмет сізге. Рахмет. Мадинасы несі? Әпәдем өзімді бейт. Жеңше, ана бала сізді Мадина ұқсатып жатыр ма? Соны айтам мен, Мадинасы несі? Мен айттым сан боянбай ақ қойын дедім. Не болды? Действительно сонда сізді Мадина ұқсатып сұлу қыз жіберген ғой. Оғыз айтайықшы, мен тәуекел муслим қылып бояп берсінші. Бір қыз бар еді сындыра жүрген, сындырып алайын соны. Қойшы, ондай бояу жоқ шығар енді, сен тәуекел муслим қылып жіберетін. Ойбай, онша емес, сізді әдемі қыз жібергенде мені тәуекел қыла алатын шығар енді. Кім онша емес? Ешкім, өзім. Бергеші. Осы Гүлмирада екеуміз неше жыл болды араласқанымызға да. Бірақ әйтеуір не болса да бар ғой, осы бір-біріміз сыртымыздан жамандамайықшы, жарай ма? Егер мен ұнамайтын жерім болса, мен өзіме айтшы, Гүлмира, жарай ма? Ешкімге ренжімеймін бар ғой, қайта өзім түзеймін. Мысалы, менің қай жерім ұнамайды саған? Кішкене ыңғайсыздау екен. Айта берейін ба? Айта бер, мен өзім түзеймін деп тұрмын ғой. Сіздің мінезіңіз нашарлау негізі. Сосын мына кішкене киінгенде мына вкусыңыз жоқ. Мысалы, мынаны юбкамен кию керек те, сыртынан мынандай бір мен сияқты костюм киіп жүру керек. Сіз ренжімеймін деп едіңіз ғой? Ренжімеймін, мен немеге ренжимін? Спичка болып қарсам ма, айтып отқан әңгімесі. Кім спичка? Не? Сен де ренжімеймін дедің жаңа ғана. Шындықты айтып тұрмын ғой. Мен де шындықты айтып тұрмын, спичка екенін өтірік па? Тырайып ал, диета деп, құлайын деп, үзілейін деп тұрсын. Спичкадан жанып келе жатасың ба? Өзіңіз. Немене өзіңіз? Сен де мен бетіме айттың, мен де сенің бетіңе айттым. Ештеңеде тұрған жоқ, бетіме деп. Бетке айтады деген сайын немене беремін? Сонда кірді де өзің жуа бересің ғой, Жуамыз. Қолмен де жуам, машинамен де жуам, сабынмен де жуам, порошокпен де жуам. Именно не жуу керек сізге? Соны айтыңызшы маған. Жеңше, не істеп жатсың мына жерде жинап? Кастинг сені үйлендірейін деп отырып қыздарды таңдап жатырмын. Қызыңыз мақұл, ана екі жігіт таңдап жүр. Құдай, қайынсіңлілерім бар емес пе? Күйеу боламын деп өзім таңдамайын ба? Қош кеттің ғой. Басқа қыз жоқ па? Бар, сыртта бір екеуі тұр. Көріп келе берейін сол. Жақсы екен. Айналайын жігіттер, сендер енді отын жару деген білесіңдер ғой, Ой, жарамыз вообще. Ой, біз қолмен де жарамыз, балтамен де жарамыз, арамен де жарамыз. Именно неге жару керек? Негізі қазанның астына ма? Самаронның ішіне ма? Қайсысына? Немене айналайын? Жуамыз. На үйді қарашы күшті, Әлия. Мә, подругам сатып апты ше. Қоныс той жасайын деп жатыр. Қара, егер мынау менің үйім болатын болса, менікі болса, мына жерге аппақ шкаф істететін бар ғой. Мына жерге дәу картина іліп қоятын. Өзі бақ істеп беретін еді ма? Мына жерге дәу картина іліп қоятын еді. Мынау аянаттың бөлмесі болатын еді. Мынау қонақтардың бөлмесі болатын еді. Сосын мына жерде бір бөлме бар, түсінбей саған көрсетейін, иә. Қара, мынау кабинет болатын еді бар ғой, кәдімгідей бүйтіп, кабинет кинодағыдай отыратын едім ше, мен ше. Сосын мына бөлмені келші. Міне, кірсей, қара. Мынау кәдімгі спортивный бөлме болатын еді. Күшті бұл, иә? Жеңше, мен бөлмем қайсысы сонда? Қош еді, сен енді бізбен бірге көшіп келмейтін шығарсың, құрсын. Ойбай, не болды сонша новый алып едіңіздер, өздеріңіз жоқ қалдыңыздар. Бопты, тұрмасам тұрмай-ақ қойын. Өздеріңіз көшіп алыңыздар. Қызық па деймін, біз әлі бұл үйді аған жоқ. Біздікі емес қой бұл үй, мен подругам үйін көрсетіп отырмын ғой. Әли, тоқта! Нағып үйттіңіз, жеңше. Тура мен ауылға кететін кез нағып үйстес. Ескі заттарды ескі киімдерді нағып беріп жатсыз. Қазір алдына жүгіріп шықса ескі заттарды ескі киімдерді берген маған ыңғайсыз, білесіз ба? Айналайын, ол деген ырым ғой. Ауылдағы балалар тоздырып киіп тастасын деп береміз ғой. Ода тұрған не бар? Мақұл, енді нағып беріп жібердіңіз ал мына кілемді. Енді біз новый наған жоқпыз бұл. Мына есіктің алдына болса да төсейді ғой. Ертең ескі берген құсап айтпайсыз ғой, сіз новый бергенде кілем беріп жібердім деп айтайын деп тұрсыз ғой. Ау, Лиза, қалайсыңдар? Келе жатсыңдар ма не? Жандарым десе. Болды, келе беріңдер. Үйдеміз ғой. Давай. Кім, жеңше, құдасы ма? Сіңлім ғой. Мә, үйге келе жатыр екен, продукт алайық та, бала шағасымен келе жатыр екен, ұят екен. Қолына стат жеретін бір киім базардан алайықшы, жүрші. Жеңше, мен ауылға кетіп бара жатырмын ғой. Сосын барасың, жүрші. Өзіне келген кезде новый алады да біздің үйдегілерге ескісін беріп жібереді. Айналайын, інім, бір ән жаздырайын деген ек. Қазір ән айтатын заман ба? Не қыласыздар ақшаларыңыз шығын қып? Мәссаған, не деген жақсы адам мына кісі? Алдына клиент кеп тұрса да шынын айтып тұр. Мынандай кісілер көбісі жеңше жер бетінен жаманшылықтың бәрі кететін еді. Иә? Ыза болып тұр мына кісіге. Мынандай аранжировщик бірінші рет көріп тұр? Иә? Қалғандар құлақтан түйіп жаздырып береді. Кім дейсіз? Аранжировщик дейді. Мен аранжировщик емеспін. Енді кімсің? Осы жердің охранасымын. Аранжировщиктер қайда? Олар марттан бері жоқ қой.
Ай, Алтынай, қалайсыңдар? Қыздар қалай? Жақсы ма? Нұрсұлтан қалай? Нұрсұлтан қаласы жақсы болып тұр ма? Карантинді байқаңдар. Давайте, жақсы. Той нақ қойып қойдыңыз. Не болды? Сөйлесетін едім ғой, маған беріңізші деп тұрмын ғой. Мен ол кісіні кішкентайымнан жақсы көремін ғой. Бүкіл қазақ жақсы көреді ғой кісіні. Қойшы? Иә? Ойбай. Ол мен жиенім ғой. Қойыңызшы, сіздің жиеніңіз ба не? Мен таныстырыңызшы. Алтынай Жорабаевамен. Кіммен? Алтынай Жорабаевамен таныстырыңызшы. Жиеніңіз екен ғой, қырық. Жорабаеваны танымаймын мен. Менің Алтынай деген өзім жиенім мына Чамалғанда тұратын. Кеше Астанаға қыдырып кеткен ғой Нұрсұлтанға. Ой, сіз бір Жорабаевамен сөйлесіп жатқандай сөйлестіңіз. Дәл осындай мына екінші жағында болады. Мына бетінде де болады, иә, былай? Мына беті де ою болса жақсы ғой Не онда. болды? Аласыз ба? Сізде бар дұрыс па? Жеңше болсаңызшы, қоймапсыз ғой әлі осы әдетіңізді. Кеттік болсаңызшы. Қайтсаңызшы үйге. Қалай екен мен сіз вайн түсірген? Жеңше, не болды? Тыныш па? Жүрген Алиді көрдің бе енді? Али жүрген сияқты ма? Қай жерде? Мына жерде тұреді ғой. Қош, шаршадым мен. Жүрші, келейін. Не істеп жатсыз жеңше? Біреуді іздеп жатсыз ба? Ой, ана Бағлан деген келмей тұрып, мен мына жерге мына Астанаға бастық болуым керек, Дверситиға. Соны мен ойластырып қойдым ғой. Қош. Иә. Мен Дубайға баратын ақшаға есік аламыз. Сосын жұлдызай келді да сауда мықты болып кетті дейді да сізді бастыққа жібереді. Ал есіктерді ауылға салып жібереміз. Болды. Жоқ, оны ауылға емес, біздің үйге бер жейік те онда. Ақша менікі ғой. Жоқ, енді дұрыс қой, просто біздің үй жақында, оның үстіне үйдегілер, ой, құда бала бізге есік бер жіберіпті деп, кәдімгі абыройлы болып қаласың дегенім ғой. Сосын ертең мен бастық болғаннан кейін ауылға көп есік апарамыз ғой, қораға қопсықтың есігін бәрін ауыстырып тастаймыз, күшті қылып. Иә. Сөйтпейміз ба? Иә, сөйтіп. Қанша есік келеді? 10 есік келеді. Жеңше байқайсыз ба? Мына жерде сізді вообще бастық ұқсап көрмейді. Вот Бағлан аға кезде қатты қорқып жүгіреді бәрі тыпыр. Өзіңізді бастық екеніңізді көрсетіп қойсаңызшы, мінезіңіз бар екенін. Бастық келген адам құсып, мені бір бастық көріп, осы бастық ау деп бір жүрсеңдерші бір. Бастық келді ау деп, анам жынына тізбей, туыры бір, мені Жеңше, неңіз бар официанттар көрсіп? өзің ғой бастық болып көрсеттің ғой. Ой, неңіз бар администраторға көрсетсеңші, сізді администраторға көріп вообще признавать етпейтін. Бағлан ағам қатты сыйлайды. Сіз сыйламайды онша. Қош, администратор ма? Вот соған көрсетіңіз өзіңіз. Көрсетем, жаным жылай. Көрсетіңіз. Дұрыс болды администратор жүрген. Әйтпесе кешкен іш пісіп кетті ғой. Қазір поварға жіберем, сосын курьерге, сонымен кеш батады в общем. Сынып жетекші секілді бәрін бірдей жақсы көрем әр жеріңді бет